Бургер Кинг туралы 10 дерек. Burger King Corporation гамбургер фастфуд мейрамханаларының американдық трансұлттық тізбегі. Штаб-пәтері Майами-Дейд округінде Флоридада орналасқан компания 1953 жылы Флорида штатының Джексонвилл қаласында орналасқан Insta Burger King мейрамханалар желісі ретінде құрылған. Insta Burger King қаржылық қиындықтарға тап болғаннан кейін оның Майамидегі екі франчайзі Дэвид Эдгартон және Джеймс Макламар 1959 жылы компанияны сатып алып, оны Burger King деп атады. Келесі жарты ғасырда компания 4 рет қол ауыстырады және оның үшінші иелер тобы TPG Capital, Bain Capital және Goldman Sachs Capital Partners серіктестігі оны 2002 жылы жария етті. 2010 жылдың соңында HG Capital of Brazil сатып алды. 3,26 миллиард ақш долларын құрайтын мәміледе компанияның негізгі үлесі болды. Жаңа иелер компанияның тағдырын өзгерту үшін дереу қайта құрылымдауға кірісті. 3G серіктесі Berkshire Hathaway компаниясымен бірге сайып келгенде компанияны канадалық Tim Hortons пончиктері тізбегімен Restaurant Brands International деп аталатын канадалық жаңа бас компанияның қамқорлығымен біріктірілді. 1970 жылдар компанияның жарнамасының алтын ғасыры болды. Бірақ 1980 жылдардың ортасынан бастап Burger King жарнамасы өз назарын жоғалта бастады. Жарнама агенттіктерінің шеруі жасаған аз табысты жарнамалық науқандар сериясы келесі 2 жылдықта жалғасты. 2003 жылы Burger King Майамиде орналасқан Crispin Porter плюс Boguski SP плюс B жарнама агенттігін жалдады. Ол өзінің жарнамасын жаңа науқандар тізбегі арқылы толығымен қайта құрып, король лақап атымен қайта безендірілген Burger King кейіпкеріне және жаңа жарнамамен желіде болуын сүйемелдеді. Табысты болғанымен кейбір CP плюс B жарнамалары сексизм немесе мәдени сенімсіздік үшін мазақ етілді. Burger Kingтің жаңа иесі HG Capital кейінірек 2011 жылы CP плюс B мен қарым-қатынасын тоқтатты және кеңейтілген демографиялық мақсаттылығы бар жаңа өнімге бағытталған науқанды бастау үшін өзінің жарнамасын МакГэри Баунге ауыстырды. Burger King мәзірі гамбургерлер, фри картоптары, газдалған сусындар және сүт коктейльдерінің негізгі ұсынысынан үлкенірек және әртүрлі өнімдер жиынтығына дейін кеңейеді. 1957 жылы Whopper мәзірге бірінші үлкен қосымша болды. Содан бері ол Burger Kingтің қолтаңба өніміне айналды. Керісінше Burger King нарықта ұстай алмаған көптеген өнімдерді ұсынды. Америка құрама штаттарындағы осы сәтсіздіктердің кейбір сыртқы нарықтағы табысқа жетті. Мұнда Burger King өз мәзірін аймақтық талғамға бейімдеген. 2002 жылдан 2010 жылға дейін Burger King агрессивті түрде 18-34 жас аралығындағы еркектердің демографиялық тобына бағытталған мәзір дайындады. Мәзірде көбінесе зиянды майлар мен транс майлардың көп мөлшерін тасымалдайтын өнімдер болды. Бұл тактика сайып келгенде компанияның қаржылық негізіне зиян келтіріп, оның кірісіне теріс әсер етеді. 2011 жылдан бастап компания өзінің бұрынғы еркектерге арналған мәзірінен бас тартып, оның қазіргі иесі 3G Capital компаниясының компанияны қайта құрылымдау жоспарларының бөлігі ретінде жаңа мәзір элементтерін өнімді қайта құруларды және жаңа өнімдерді енгізе бастады. 2018 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Burger King 100 елде 17,796 бөлімшесі бар екенін хабарлады. Олардың жартысынан жуығы Америка құрама штаттарында орналасқан, ал 99,7% жеке меншікте басқарылады. Оның жаңа иелері 2013 жылы толығымен дерлік франчайзинг операциялар үлгісіне көшті. Компанияның франчайзингтерге лицензия беру тәсілі аймаққа байланысты өзгеріп отырады. Кейбір аймақтық франчайзингтер компания атынан франчайзингтік қосалқы лицензияларды сатуға жауапты. Негізгі франчайзингтер деп аталады.
Бургер Кингтің франшизаларымен қарым-қатынасы әрқашан үйлесімді болған жоқ. Екеуінің ара-тұра қақтығыстары көптеген мәселелерді тудырды және бірнеше жағдайларда компания мен оның лицензияттарының арасындағы қарым-қатынастар сот істеріне дейін бұзылды. Бургер Кингтің австралиялық франшизасы Hungry Jack's бұл Аделаидадағы, оңтүстік Австралиядағы ұқсас мейрамхана мен сауда белгісіне қатысты дауға және екеуінің арасындағы бірқатар сот істеріне байланысты басқа атаумен жұмыс істейтін жалғыз франшиза. Табыстың өсуі 1,81 миллиард ақш доллары 2021 жылы. Негізгі қызметтен түскен табыс 363 миллион ақш доллары 2012 жылы. Таза кіріс 1,02 миллиард ақш доллары 2021 жылғы. Жалпы активтері азаюы 4,94 миллиард ақш доллары 2021 жылғы. Назарларыңызға рахмет.